Written in these walls are the stories that I can't explain. Сәлеметсіздер ме, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз песочный печенье жасаймыз қызымыз екеуміз. Қараңыздар, бізге не керек? Бізге 3 тал жұмыртқа, қант, 150 граммдай, 300 граммдай ұн, разрыхлитель, кунжут әдемілеу үшін, және міндетті түрде еріген май керек, сары май. Ең бірінші жаңағы еріген майға қантты қосып араластырып аламыз. Одан кейін оған жұмыртқаны қосамыз. Одан кейін разрыхлитель қосылған ұнды ақырындап қоса береміз. Сол кезде біздің песочный печеньеға арналған қамырымыз дайын болады. Міне песочный қамырымыз дайын болды. Енді бұны холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін алып, кез келген форманы жасап, бетіне кунжутты сеуіп, 180 градусқа 20-30 минутқа қоюға болады.